Расқа барасың. Распаковкачек деп сүрейін десем тілім келмей қалды ғой. Тырылдап маратонға кетуге дайын тұрмыз енді. Аллам жеңілдігін берсін енді қыздар. Бұда мен немді сумкамды мен онлайн жинаттым, өткені менде күнде айтуға ұқыстап қашан кетем, бүгін кетем, ертең кетем деп. Сонымен аяқ астынан осылай жинаттым. Көп киім алдыртпадым, өткені ертең бұйырса Алла қаласа, Алла жеңілдігін беріп босанып болғаннан кейін киімдерге заказ беремін деп, сосын аламын деп кішкене ғана тек осылай 3 пеленка алдым, боди алдым, бір боди алдым. Сонымен асты-үстімен 3 киім алдым, бас киім, чипчик деген сияқты сондай қолға киетін қолғап, өзіме тапочка, салфетка, сондай заттарымды алдым. Және де өзімді де ұмытпай пижамамды алып алдым. Бір осындай көйлек сияқты пижамасын алып алдым. Сосын тройкамен, тағы бір тройкамен пижама алып алдым. Негізі бірінші баламда мен вообще осындай сумкаратым жинайтын халде болмадым, өткені 7 айлығымда босанып қалдым. Біріншімді не жинеймін деп жүргенімде 38 апта 39-ға кетіп қалыппын уже. Құрсын айтуға ұмыстап жүргесін кетіп қалармын деп түнде бердім. Онда да магазин жабылайын деп атырып аяқ астынан осылай заказ беріп алдырдым. Осының бәрі қанша болды деп ойлайсыздар қыздар? Және де сіздер қанша апталарыңызда уже сумкаратым жинап қоясыздар, комментария қалдырып кетіңіздер.